Құрылыс еліміздің қарқынды дамыған салаларының бірі. Сондықтан бұл сала еліміздің жалпы ішкі өнімінің 6%-ын құрап отыр. Мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асып, тұрғын үй құрылысы да жанданған. Айталық, жыл басынан бері еліміз бойынша 200-ге жуық тұрғын үй пайдалануға берілген. Мыңдаған шаршы метр тұрғын үй, әлеуметтік нысандар, жол құрылысы. Осы жұмыстардың бәрі құрылысшының маңдай терімен атқарылатыны сөзсіз. Сондай кәнігі құрылысшылардың бірі Қайыргелді Қабдешұлы. Ол бұл салаға бақандай 40 жылын арнапты. Қазір де құрылыс алаңында жүр. Жақсы құрылысшы болу үшін еңбекті жұмыс істеу керек достар. Білім жағын көтеру керек, оқу керек. Осы объектте бізде қазір 400 адамдай істейді, 400 құрылысшы істеп жатыр. Ол монолитчиктерден бастап бүкіл спецработаның барлығын істегенде 400 жұмысшы істеп жатыр. Құрылыс алаңындағы жұмыстардың бәрі оңай деп айтуға болмайды, сондықтан әрбір құрылысшы өзінің қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтай білуі керек. Құрылыс қарқынының артуы алдымен ел экономикасына, халықтың әлеуметтік жағдайына тікелей байланысты. Соңғы жылдары жанданған құрылыс осының айғағы. Елімізде биыл 4302 ғимарат бой көтерген. Bir ғана Астананың өзінде 1135 нысанның құрылысы жүріп жатыр. Қазір құрылыс бұрынғыдай емес, өркендеп, құлпырып жатыр. Керемет, жақсы, әдемі үйлер салынып жатыр. Шетелдің жұмысынан кем емес деп ойлаймын. Жалпы еліміздің 9 өңірінде құрылыс қарқын артқан. Қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында былтыр 6,7 миллион шаршы метр баспана пайдалануға берілсе, биыл 3 миллион шаршы метрден астам тұрғын үй салынды. Бағдарлама бойынша биыл 6 миллионнан астам шаршы метр тұрғын үй салу жоспарлануда. Несиелік қаражат есебінен тұрғын үй салу мақсатында республикалық бюджеттен 2013 жылы өңірлерге 30 миллиардтан астам теңге бөлу жоспарлануда. Жыл басынан қаржының 82% игерілді. 1200 пәтер салынды. Қазақстанның жері байтақ. Осы кең жерге ғимарат тұрғызып, сәулетті қалаға айналдыру құрылысшылар еңбегіне байланысты. Осылайша отандық құрылыс индустриясы қанат жаймақ. Айнұр Қуатқызы, Беркі Ақтан, 24 KZ.